Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып action және non-action етістіктері. Ағылшын тіліндегі етістіктер олардың сипаттайтын іс-әрекеттеріне қатысты негізгі екі түрге бөлінеді. Бірінші түрі action немесе dynamic verbs. Ол аты айтып тұрғандай атылған етістіктері ол қимыл қозғалысқа қатысты іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады екен. Оларға, мысалға, make, cook, go, swim, jump, work, fly, key секілді тағы басқа етістіктер кіреді екен. Яғни, бұлардың барлығында да бір адамның бір жерден екінші бір жерге орын ауыстыруы немесе қандайды бір қимыл қозғалысқа келуі жайлы айтылады. Сол себепті оларды қимыл қозғалыс етістіктері деп атайды. Енді екінші түріне келсек. Ол non-action немесе state verbs. Ол айтып тұрғандай, олар адамның ішкі жан денесінің көңіл күйін, жай күйін сипаттау үшін қолданылатын етістік түрі. Оларға agree, be, believe, belong, live, love, hear, know секілді тағы басқа да етістіктер кіреді екен. Бұлардың барлығы байқаған болсаңыз адамның өзінің ішінде орын алатын процестерді, сезімдерді сипаттау үшін қолданылады. Осы action және non-action етістіктерінің бір-бірінен тағы бір айырмашылығы action, яғни қимыл қозғалысты білдіретін етістіктер present simple формада да, present continuous формада да қолданыла береді. Мысалға, present simple шақтағы сөйлем. She speaks fast. Ол тез сөйледі. Енді present continuous шақтағы сөйлемге назар аударсақ. She is speaking fast. Ол қазір тез сөйлеп тұр. Ал non-action, яғни адамның ішкі жан денесінің сезімін білдіретін етістіктер көбіне present simple формада ғана жазыла алады. Мысалға, I want to fly. Менің ұшқым келеді. Ал біз еш уақытта I am wanting to fly деп айта алмаймыз. Дегенімен, кейбір non-action етістіктерінің сөйлемде present continuous формада да қолданыла беретін кездер болады. Бірақ, ол кезде сөйлемнің мағынасы түбегейлі өзгереді. Мысалға, present simple шақтағы сөйлем. Marat has a домбыра. Мараттың домбырасы бар. Енді present continuous шақтағы сөйлемге назар аударсақ. Marat is having lunch. Марат түстеніп отыр. Ал бұл мысалдағы having ол орысша иметь емес, ол түстеніп отыр деген, яғни іс-әрекетті білдіретін күйге енеді. Екінші сөйлем. Present simple шақтағы сөйлем. Мысалға, Рысдәулет is serious. Рысдәулет серьезный. Енді present continuous шақтағы сөйлемге назар аударсақ. Рысдәулет is being serious. Рысдәулет қазір серьезный болып отыр.